Қайырлы күн достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің ең сүйікті блинчиктерінің рецептін ұсынамын. Толық рецептісі описанияда болады. Менің балаларым блинчикті өте қатты жақсы көретіндіктен, мына жерде 2 порцияның ингредиенттер тұр. Ал описанияда мен 1 порцияның ингредиентін жазып кетемін. Сондықтан қорықпай жасай беріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұн қосып, қант қосып, шамалы тұз қосып араластырып аламыз. Және ұнды өлшегіштен өткіземіз. Оның ішінде пищевая сода бар. Жақсылап бір қапқа келгенше араластырып аламыз. Және қалған сүтті қосамыз. Тағы араластырамыз. Сұйық болды. Оның үстінен сұйық май қосамыз. Бір қапқа келгенше араластырып аламыз. Мен тестаны 1 сағатқа қойып қоямын. Теста 1 сағаттай немесе жарты сағаттай тұрса, теста күшті болады. Және блинчик пісірген кезде табанында рөл үлкен ойлап қалады. Сондықтан табаныңызға да қараңыздар. Осылай ең алдымен табанын майлап аламыз. Содан соң осылай блинчикке құйып, табан айналдырып тұрып, осылай пісіріп аламыз. Менің блинчиктерім өте жұқа болып шығады. Және қыздар, егер де сіздің блинчиктеріңіздің шеті қатты болса, шектерін сары маймен жауып қойсаңыздар болады, осылай пісіп жатқан кезде. Мен блинчиктер майлы, әлі жұмсақ болғандықтан мен олай қолданбаймын. Негізі солай жағып қойсаңыздар болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мен Instagram парақшама және YouTube парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне, піскендегі түрі осы жұмсақ, жұқа болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.